сіздермен бірге IQ Shifters тобы. Бүгін сіздерге біз хлор туралы бүкіл айтып береміз. Бүгін біз хлордың қай жерден табуға болатынын айтамыз. Және де сіздер осы видео соңына дейін қарасаңыздар, сіздер хлор туралы бүкіл мәліметті біле Ал аласыздар. енді біз бастаймыз. Бірақ біріншіден хлор дегеніміз не? Хлор элементтердің периодтық жүйесінің 7-ші тобындағы химиялық элемент. Атомдық номері 17, атомдық массасы 35,5, галогендер тобына жатады. Молекуласы 2 атомнан тұрады. Өткі, иісті, сарғылт, жасыл түсті улы газ болып келеді. Хлордың қай жерден табуға болатынын Ал айтамыз. қазір менің қолымда мыс дихлорид. Оның түсі жасыл болып келеді. Міне, өзіңіз көргендей, оның түсі жасыл. Келетін болсақ, не? Аспазым. Яғни, бұны химиялық тілде натрий хлор деп атаған. Ал қазір мен қолымда бариум дихлорид. Оның түсі ақ болып келеді. Қолымда калий хлор. Оның да түсі аппақ. Бұда хлорино бар. Сіз көргендей өзіңіз менің қолымда дезинфекциялаушы зат. Яғни хлор негізінен көбінесе тазалау үшін қолданылады. Қазір біз эксперимент өткіземіз. Бұл экспериментте біз спирт пен хлорды араластырамыз. Екінші мүмкіндік. Біздің бутылкемізге қараңыз не болғанын. Ал енді құрметті көрермендер, бұл видео соңына жетті. Бұл видеода сіздер хлор туралы көп мәлімет білді деп біз үміттенеміз. Назарларыңызға